Қасқырдың өжеттілігі мен батылдығы кез келген жанды қызықтыратыны хақ. Бүгінгі сюжетіміз түз тағысы туралы қызықты деректерге толы болмақ. Ендеше бірге болыңыз. Ауа райы жайлы болса, қасқырлар орман ішінде 9 километр жердегі дыбысты, ал ашық далада 16 километр қашықтықтағы дыбысты құлағы естейді. Қасқырдың ежелгі суреттері Европаның оңтүстігіндегі үңгірлерден табылған. Суреттердің жасы 20 мың жыл. Қасқырды үй күзетуге мәжбүрлеу мүмкін емес. Адам 5 миллионға жуық, бөрі болса 200 миллион иісті танып, оны ажырата алатындығын айта кетейік. Қасқыр тірі жануар иесін 1,5 шақырымнан анық сезеді. Қасқыр күшіктерін 65 күнде туады. Бөлтірігінің көздері жаңа туған кезде көк түсті болады. 8 айдан соң көздері сарғыш тартады. Бөлтіріктер соқыр, саңырау болып туылады. Ал салмағы небәрі жарты келі. Қасқырдың жағы өте күшті. Тістеген жерінің 1 шаршы сантиметріне шамамен 300 келі күш түседі. Иттерде бұл көрсеткіш 150 келі. 1600 жылы солтүстік Америкада қасқырлардың саны 2 миллион болған. Қазіргі таңда олардың саны бар жоғы 65 мың. Аш қасқыр бір жегенде 10 келі ет жей алады. Бұл 300 гамбургермен пара-пар. Қасқырлар осыдан 35 миллион жыл бұрын өмір сүрген Мессикион атты жануардан пайда болған. Түз тағысы 2 минут бойы сағатына 32 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады. Ал қауіп сезген жағдайда сағатына 56 километр жылдамдықты да бағындыра алады. Ең кішкентай қасқырлар таяу шығыста. Олардың салмағы бар жоғы 30 келі болса, салмағы 80 келіден асатын ең ауыр және ірі қасқырлар Канада, Аляска және Ресей аумағында көп. Қасқырлар бір-бірін келе жатқан қауіп-қатерден сақтандыру үшін ұлиды. Жалғыз ғұмыр кешетін жануарлар жалғыздықтан да ұлуы мүмкін. Әдетте олар 5 секундтан артық дауысын созбайды. Қасқырларды алғаш қызыл кітапқа енгізген Германия мемлекеті. Қызыл кітапқа енген жануарлардың ең алғашқысы осы түз тағысы. Басқа жануарларға қарағанда қасқырлар өзара түсінісу үшін мимикаларды көбірек қолданады. Қазіргі кезде жылына шамамен 7000 қасқырдың терісі сатылады. Олар негізінен Ресей, Монғолия, Қытай елдерінен шығады. Халық бұл терілерді пальто тігу үшін пайдаланады. Қазіргі кезде қасқырлардың популяциясы шамамен мынадай. Канада мен Аляскада 50 мың, ақш-та 6500, Европа аумағы бойынша Италияда 300, Испанияда 2000, Норвегия мен Швецияда 80, Польшада 700, бұрынғы КСРО аумағында 70 мыңнан астам қасқыр тіршілік етуде.